Құрметті менің YouTube каналымдағы көрермендерім, сіздерді осы каналымнан көргеніме өте қуаныштымын. Және ең бірінші видеоны ең соңына дейін көрместен бұрын бірінші осы каналға жазылып кетіңіздер, подписаться кнопкасын басыңыздар және қоңырау белгісін басыңыздар. Алдағы уақытта көптеген қызықты, өте пайдалы видеолар шығатын болады. Так, достар, енді мен бүгін тақырып қозғағым келіп отыр. Стресс жайлы. Стресс дегеніміз не ол? Жалпы стресстің организмге деген қандай әсер етеді? Жалпы стресс дегеніміз пайдалы ма? Я болмаса стресс зиянды ма? Неге ол стресс? Мысалы көбісі түсінеді, стресс ол зиянды дейді. Неге онда зиянды болатын болса, онда адамға не үшін ол керек? Ол бір мәселеде сөйлесеміз. Ал келесі мәселеде осы ұзақ уақытты стрессте жүріп қалған адамдар қалай біз сол стресстен құтыламыз? Оңай және жеңіл жолын сіздермен бүгінгі видеода сөйлесетін боламын. Енді бірінші тақырып, достар, стресс дегеніміз жалпы не ол? Стресс дегеніміз бұл адамның бұл несі организмнің қоршаған ортаға жауап қайтару. Біз кез келген ағзаның жауап қайтарамыз. Ағза кез келген қайтарады. Яғни кез келген бір тітіркендіргішке жауап қайтару. Мысалы біз қай кезде қолданамыз? Көбінесе біз неде қолданамыз? Ол стресс бұл ағзаның, яғни біздің жалпы сіздерге түсіндіре кетейін, ағзаның жалпы қысымға немесе өзгеріске беретін биологиялық жауабы. Ол бізде встроенный, уже бізде бар ол. Яғни қорыққанда, мысалы біз қорыққан кезде ол қосылады, ашуланған кезде, асыққан кезде, уайымдағанда және үлкен бір жауапкершілік алған кезде ол қосылады обязательно. Бір қаупі бар деп ойлайды организм. Енді кейде адамдар осы стрессте, енді бұның екі түрлі несі бар. Эустресс, пайдалы стресс және дистресс. Пайдалы стресс сіздерге просто перечислять етіп кетейін. Ол мысалы емтиханға дайындалу, спорттық жарыстар болады, соның алдында бір мандраж болып тұрады ғой кәдімгідей. Вот соны айтады, және маңызды бір жауапкершілік алған кезде. Сосын мысалы сахнаға шығатын алдында сізге микрофонға тілек береді, микрофон сөйлеңіз деп айтады сізге. Вот сол кезде болуы мүмкін. Бұл стресс не істейді? Бұл стресс адамға не береді? Кішкене болса да күш береді. Неге? Сен уже жинақтала бастайсың. Сосын зейінді арттырады және мотивацияны тудырады. Енді зиянды стресс ұзақ уақыт уайымдап жүресің. Сол тұрақты қорқыныш, қаржылық қысым, отбасылық жанжал. Бұл жағдайда кортизол ұзақ уақыт жоғары болады адам организмде, и ол бірте-бірте адамды неге истощениеға алып келеді. Истощениеға алып келе береді. Неге? Өйткені истощениеға алып келеді. Бұл жүрекке жүйкені тоздырады. Уже, яғни біздің миымызды шаршатады ол. Негізінде миымызды шаршатады. Одан кейін бұл иммунитетті төмендетеді. Неге ол? Сіз мысалы ойлаңызшы, постоянно сіз машинаның газ басып отырыңызшы, басып отырыңыз, ол мысалы бітеді ғой, бензинді бітеді ғой, дұрыс па? Сол сияқты адамның несі де бітеді, жаңағыдай энергиясы бітеді. Постоянно ол адамның құрылымы өте күшті, бірақ ол өзінің белгілі бір уақытқа дейін демалу керек, бірақ ол демалмайды. Сол үшін ол зиян болып кетеді және жүрекке не болады? Моторға, біздің жүрегімізге салмақ салады. Одан кейін енді білесіздер, барлықтарыңыз білесіздер, стресс адамға қалай әсер етеді? Стресс ол бізге жаңағы қан қысымын көтереді, жүрек қағысын көтереді, яғни пульсымыз жиілеп кетеді. Соны айтады. Ми және психикамызға байланысты біз есте сақтау қабілеті төмендейді, және назар шашырайды.
уже шашыранды болады, уже концентрацияң жоғалады. Одан кейін тітіркендіргіш пайда болады, уже раздражительный боласың сен. Яғни ашуланшақ бірдеңе етсе уже раздражать етіп тұрады сені, бірдеңе болса раздражать етіп тұрады. Соны айтады, депрессияға келуі мүмкін, ұзақ уақытқа неге алып келеді, ұзақ уақытқа сені алып келеді. Сол неде жүресің, состояниеда жүресің, постоянно сенде бір қайталана береді. Бірақ енді достар, мен осы жайлы айтып жатырмын, осы сіздерге бірінші видеом ғой, үшінші, төртінші видеомыз примерно, бірақ ашылып сіздерге айтып жатқаным видеом осы видеода негізі. Келесі видеоларда мен уже қазір ойланып жатырмын. Енді сіздерге мен ненен айтып жатам, психологиялық жағынан. Негізі көбінесе психосоматика жағын көп қозғайтын шығармын бәлкім. Келесі видеоларда мен сіздерге соны айтып, сіздерге жеткізіп, соны айтқым келеді сіздерге. Сол туралы видеолар болады. Сон енді қараңыздар. Иммунитет қалай болады? Ол жиі ауыра бастайды, қайта. Уже иммунитет түсе береді. Сосын егер кімде созылмалы аурулар бар болатын болса, солар асқына береді. Енді стресстің белгілерін білесіздер. Стресстің белгілері ол бізде жаңағы бас ауру, мойын, иек, дененің жалпы ауырып жүруі сол белгілеріне жатады негізі физикалық. Енді психологиялық белгілерінен жаңа айттым, ашуланшақтық, үмітсіздік, мотивация жоғалып кетеді, өмірге қызығушылық болмай қалады. Ол ұзақ уақыт жаңа депрессия болған салдарынан болады. Мінез құлық шалдарына қарайтын болсақ, кейбіреуі темекіге қайтадан оралады, тәттіге, қатты тәтті жегісі келеді, кофеин, кофе ішкісі келе береді, ұйқысы бұзылады, жалғыздықта қашу, постоянно өзі жүргісі келеді, чувство одиночества дейді. Енді қазіргі уақытта стресс көбейіп кетті. Яғни бұрын стресс кезде барлығы біледі оны. Аңнан қашу, жаңағы жаудан қорғану деген сияқты болатын болса, стресс, қазіргі стресстің түрлері ол ақша жетіспеушілік, несие, кредит, әлеуметтік желі, социальный сеть дейміз. Сосын біреумен салыстырады, және қорқыныш, болашаққа белгісіздік. Не бар, алдымда не күтіп тұр деген сияқтыға уайымдай береді. Енді сұрақ, стресспен күресуге бола ма? Әрине, стресспен күресуге болады. Енді ол мысалы көбісі дәрімен деп. Енді дәрімен, былай сіздерге айтайын, дәрімен енді болады, бірақ болмайды деп те айтсам болады. Неге? Өйткені көп дәрі іше беретін болсаңыз, сіз тыныштандырғыш заттар ішесіз, ол сізге не алып келуі мүмкін? Жаңағыдай төзімділік. Сіз төзімді боласыз оған. Өйткені дәрі іше бергіңіз келеді қайта. Ол да бір очередтен қарағыңызда дофамин бөледі негізінде. Сол үшін де дәріні көп іше беруге болмайды. Және де ол әдетпен басталады. Енді бұның дәрімен емес, негізі сіздерге түсіндіргім келеді. Бұл келесі тақырыптарға бөлсем деп отыр, негізі бұл тақырып ше. Оның құтылу жолдары көп стресстен. Ол кейін 7 күнде бір мені детокс жасауға болады. Және демалу техникасы бар. Кортизолды табиғи жолмен төмендету жолдары бар. Ұйқыны қалыпқа келтіру, яғни 7-8 сағаттық ұйқы. Енді ұйқының қалпы, негізі достар, былайша айтқан кезде стрессті не істесек болады деген сұраққа, мысалы мен сіздерге айтайыншы, ютубтың несін бірінші рет түсіріп тұрмын, былайша айтқан кезде форматы бірінші рет түсіріп тұрмын. Шылдап кетсе ренжімеңіздер, ютубтың форматы бірінші рет. Енді мен сіздерге айтқым келетіні, стресс бізде ол былайша айтқан кезде негізі көп стрессовать етіп жүрудің қажеті жоқ.
шынымен сіздің сөздеріме айтсам, шынымен сөзімді айтатын болсам, оның жолдары көп. Ертең детокс обязательно жасау керек. Тек қана мысалы мен шешім маған мысалы бір шешімі ол жүгіру болды. Жүгіру, өйткені қан тез айналады. Қан тез айналады, и сіз әрекет етесіз. Негізі жүгіруден алдын ол жүру негізі көп шешімін алып келетін. Ал көбісі енді жүгіре алмайды ғой. Мысалы сол себепті ол кісілер тек жүрсе болады. Бұл жерде басты мәселе ол қан жүгірту, қанды айналдыру. Мысалы бір тоқтаған жерлерден қан тазалау болмаса, ол жерге қимыл керек, әрекет керек. Сол үшін әрекет керек. Бұл жерде мен сіздерге нені шақырғым келеді. Бұл жерден сіздерді, яғни сіздерге шақырғаным, ол өзімді де шақырғанмен тең. Сол үшін достар, осы видеоға көп лайк қойыңыздар, және де комментарий жазыңыздар, қандай сұрақтар мазалайды сіздерді, сол мәселені шешіп көрейік. Бұл видео тек қана мен жаңағыдай не емес, басты мәселені сіздерге стрессті айтып түсіндіру, научный жақтан емес. Бұл жерде аудитория жинау, сіздермен сөйлесу, қандай мәселелер сіздерді қозғайды, сіздермен кері байланыс орнату, былайша айтқан кезде. И сол үшін кешірім сұраймын, сіздермен яғни бір ортақ сұрақтарды тауып, сол сұрақтарға байланысты жұмыс істеп, былайша айтқан кезде мен сіздермен жұмыс істегім келеді. Сіздермен мен кері байланыс құрғым келеді. Сіздердің аудиторияларыңызбен мен сөйлескім келеді. Сол үшін сіздердің проблемаларыңыз былайша айтқан кезде қолдан келетін болса, соны шешу. Яғни кімде-кім болады, мысалы стрессте жүрген адамдар болады, неше түрлі уайымдап жүрген адам болады, ақшаға байланысты, әрине еді барлығын ақшамен көмектесе алмайсың ғой. Бірақ сонда да енді бұл жерде басты мәселе ол қолға алу, өз-өзін қолға алу деген сөз. Енді қолға алуда қалай түсінеміз? Қолға алуда мынау кәдімгі тақырып ашылып кетейін ғой. Қолға алуда ең басты бұл жерде тек әрекет ету керек. Мысалы біз екеумізде бір видео көріп аламыз, мотивационный бір видео көреміз. Бір видео көреміз да, болды, ертең мен барамда жүгіріп кетем, все, ертең барып 1000 километр жүгіріп тастайын, 1000 километр жүгіріп тастайын. Ол не осы мотивация? Ояндыңыз, болды, бәрін қырып жояйын деп ойлайсыз. Жоқ. Ең бастысы сізге бұл жерде не істеу керек? Жаңағыдай былайша айтқан кезде сізге жиналу керек қой. Сізді көп не болмайды, сөз айта беру керек деген нәрсе болмайды. Әрекет ету керек сізге, жиналу керек. Ойым шашыран болып кетті. Көп нәрсе айтамын деп отырмын сіздерге, бірақ ойым шашыран болып жатыр. Енді мен мына жерде YouTube-тың форматында мен бірінші түсіріп жатырмын да, бұндай видеолар сіздерге ашып сөйлеп. Кешегі видеолар ол мен жүгіру барысында түсірдім, ол жерде қысқа. Әбден мен жаңа қысқа платформаларда түсіріп үйреніп қалғанмын да. Енді сол үшін бұл жерде мен сіздерге кері байланыс орнату, комментарийге жазып кетіңіздер, достар. Давайте, бұл жерде барлығы енді цифровизация, барлығы сотка көреді обязательно әлеуметтік желіде. Бірақ мен дегенім мақсат мынандай, сіздерге ойым, что пайдасыз видеоларды көре бергеннен, лучше жаңағы осындай адамның сәл де болса, мен мысалы бір адамға осы видео көмек берсе, что ол келесі мәселесін мысалы өз-өзін қолға алуға деген жеңсе, соны ол келесі жаңағы күндерінде сол жоспарды орындауына деген үлес қосса, мен үшін бұл өте жеміс. Сол үшін бұл шығарылып жатқан видео негізінде. Енді түсініп жатырмын, мына YouTube-тың форматын, достар, мынау былайша айтқан кезде маған ұнап отыр. Өйткені кәдімгідей ашылып айтасың, жаңағыдай қалған платформаларда не істей алмайсың, что ол жаңағыдай не істеп отыр екен, жаңағыдай тез сөйлеу керек, қысқа уақытта тез айтып кету керек, қысқа болу керек, мысалы. Жоқ, бұл жерде басты не ойыңды жеткізу, және де
аудиториямен жұмыс істеу бұл жерде. Сол үшін достар, комментарийға жазып кетіңіздер, қандай ой, не мазалайды, иә, қандай сұрақтармен тағы да келесі тақырыптарда сіздер видео көргілеріңіз келеді. Бұл канал, менің каналым, адамның өзін дамытуы, жайлы, жаңағыдай психологияға байланысты, иә, өзінің денсаулығын қолына алуына байланысты. Кейбір келесі видеоларға мен тақырыпты ашарым, жеке выгоранияға байланысты, иә. Көп адамдар выгорать етіп кете береді. Неге? Мамандығына байланысты, және де жаңағы несіне де байланысты. Жаңағыдай постоянно бір шешім іздеп жүрген мәселелер болады. Шешімді іздеп жүр, бірақ жоқ, шықпайды. Я, сондай адамдарда выгорание болып кетеді. Я, ол адамдарға просто көп не алу керек, спортты қосу керек болды. Мен бұл жерде сіздерге спортты айтқым келеді больше. Өйткені бұл жерде әрекетке потом сізге берекет беру керек. Так что, достар, осы видео, егер бүгінгі қазіргі жерден алды жаңағы тақырыптарды айтып кеттім сіздерге, енді ол келесіде өзім шынайы сөзімен айттым сіздерге. Бұл видео қызықты болды деп ойлаймын. Сол себепті лайкты аямаңыздар, және де бөлісетін адамдарыңызға бөлісіңіздер, көргісі келетін, чтобы жаңағыдай өз-өзін жаңағы дұрыс жолға түскісі келетін, өз-өзінің қолдарына алғысы келетін адамдарға, достарға жіберіңіздер. Олар да көрсін, олар да осы каналға жазылсын. Одан кейін сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Сосын келесі видеоларға, чтобы шығу үшін қоңырау белгісін басыңыздар. Сіздерге сол видео келесіде обязательно шығу үшін. Так что, достар, давайте каналға подписаться етіңіздер, лайкты аямаңыздар. Келесі видеода көріскенше.